екінші рет қалың қар жауып жатыр биылғы қыста. Мақтаарал ауданы. Бірақ Жетісай ауданына қарағанда қар қалың емес. Жаңажол ауылдық округі, Ақжол ауылы орталығы. Мақтаарал ауданының орталығына баратын жол. Жетісай бағытынан келіп жатқанда жолдар еріп жатыр. Бірақ бүгін түнде минус 20 градустың төңірегі болады деп жатыр Қазгидромет мамандары. Аудандарда біздің төңіректерде жалпы қыста қар өте сирек жауады, аз жауады және тез еріп кетеді. Сол қардың жауғанын пайдаланып жас балдар аққала жасап жатыр екен, қармен ойнап. Мырзакент кентіне де кіріп келіп жатырмыз. Мақталар әлем тасылып жатыр заводтардан. Жаңадан бой көтеріп жатқан ғимараттар. Орталық аллея жаңадан салынып жатқан сауда үйлері, мынау жаңадан ашылған Имаран сауда орталығы. Сол жақ бетте де тап осындай құрылыстар жүріп жатыр. Столар, стадион аудан болғаннан кейін күрделі орталық саябақ, кешіресіздер, орталық саябақ күрделі жұмыстарын бастап жерді, құрылыс жұмыстарын. Мынау стадион. Мырзакент колледжі. Мырзакенттің орталығына жақындап жатырмыз. Сол жақ бетте жаңағы Бағдаршамнан солға қарай бұрылсақ Қазақтелеком ауданның, одан кейін полиция басқармасы, халыққа қызмет көрсету орталығы сон, барлығы осы светофордан сол жақ бетте орналасқан. Жаңа ат жағымызда мынау Абылайхан жалпы орта мектебі, мынау оң жақ бетте ауданымыздың акимат ғимараты. Биыл қыс қаһарлы болып тұр. Алдағы
4 күн түн минус, күндізіміз минус 10-ның үстінде, түнде минус 20-ның үстінде болайын деп тұр. Орталық базары, Мырзакенттің жаңадан бой көтеріп жатқан ғимараттар халыққа ұсынылып жатыр. Балабақшалар, дәріханалар, тамақтанатын орындар барлығы осы орталықта шоғырланған. Жанар жағармай бекеттері. Мырзакент мақта өңдеу зауыты, Жамаловтың. Жамалов деген осы елді мекенге, ауданға танымал кәсіпкер. Сол кісінің мақта зауыты. Мырзакенттің әскери бөлімге апаратын және де Жайлыбаев еңбекші ауылдық округіне апаратын жол. Жантақсай, Жайлыбаев, Нұрлытаң, Шұғыла елді мекендерінен осы жолмен барады халық.